Маңғыстаулық дзюдошылар Қазақстан чемпионатында 3 жүлдеге ие болды. Ерлер мен әйелдер арасында дзюдодан Қазақстан чемпионаты мен кубогы Ақтөбе қаласында өтті. Дүбірлі додаға еліміздің барлық аймағынан 418 балуан қатысты. Спорттық бәсекеде облыс намысын 18 спортшы қорғап, олардың 3-і жүлдеге ие болды. 52 келіде шетпелік Кәмшат Қарасайқызы алтын, 66 келі салмақта облыстық жас батыр, мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің шәкірті Бауыржан Сағынғалиұлы мен 57 келі салмақта Қарагөз спорт мектебінің спортшысы Анна Казюлина күміс медальдің иесі атанды. Бауыржан Сағынғалиұлының күмісі Маңғыстау дзюдосы тарихында ел біріншілігінде алған тұңғыш жүлде. Бұған дейін ерлер арасынан жүлдегерлер шықпаған. Он провел достойно, выиграл 4 встречи. Спортшылардың барлығы да жоғары дәрежеде өнер көрсетті. Жарыстың жүлдегерлері мен жеңімпаздары 2018 жылы өтетін әлем және Азия чемпионаттарына қатысып, ұлттық құрама сапында өнер көрсетеді. Жыл бойы түрлі жарыстарда жүрген балуандарға үзіліс берілді. Оқу жаттығулар жаңа жылдан кейін қайта басталады.